Енді өзімнің туған ауылым шекарасы бойындағы істерліктерден бастағаны мен 1947 жылдың шоңды бек солқын күнінде құрықмайша дүнияға келгенмін. Һәм енді менің балалық жылдарым, менің өсмір жылдарым, егіт болып келген шақтарым осы туған ауылым шекарасында өттілер. Бек рахметті мен өзімнің туған ауылыма, өзімнің туған ауылымдағы яшташларыма, классташларыма. Һәм енді 1954 жылдан мен Шекарас башлангыч мектебінің 1-ші классына оқуға кірдім. Ол уақытта мектеплер 4 жылдық еді башлангыч класслар. Міне шунда 1-ші классқа біз Шекарастан 1-ші классқа ғана да 19 оқушы келіп кіргенбіз. 19. Аны қазірде әлләнше класстан бірге қосып қаласында 19 бола алмайлар. Солай тұрып 54 жылдан 58 жылға қадар мен Шекарас башлангыч мектебінде оқыдым. Қалған 58 жылдан енді Шүйлі мектебіне оқуға келдім. Шүйлі білен Шекарас арасында отырғандар біле тұрғандар, олар бек ирақта түгіл, бек жақында түгіл. Міне шунда 8-ші класты тамамлағаннан соң енді Қырлай мектебіне оқуға келдім, ләкин әлі Шүйліге арасы тұталып. Шүйліде енді шынында 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші класстарын Шүйліде оқыдық. Онда да яңа достар таптым. Классташларымыз білен бек мотор, бек келісіп яшадық. Енді бүгін бек еске алынбай тұрған уақиғаларында еске алдық. Шында ол, мәселен, пионер сапыларына қабыл етілгенде комсомол болып, комсомол ұстафлары үйреніп берген уақытлары бәрі есте. Олар да яқты хатиға болып, көңілдерде сапқаналар. Енді яңадан жүрі Шиліге қотқа тәйярып қайтқанша, енді 65-ші жылда, 1965 жылда Абдулла Тукайзындагы яңа Қырлай орта мектебін тамамлағаннан соң мені Шиліге мектепке ішке шақырдылар. Һәм енді 42 жыл мен шушы мектепте башта 15 жыл башлангыч классларда білім беруде эшледім. Аннары қалған ғұмырым татар тілі һәм әдәбият фәнін оқыттым. Онда да класс өзімнің коллектив белән бик дус, бик тату яшәдек, бик бердәм коллектив иде ул. Мені ішке шақырған мектеп директоры Вахим Билалов иде. Ondan sonra Yamacan'ın Rohayla bir direktör bulup durdu, onlar bile de bir tatlı yaşadık. Lütfü'nün Galim bilen bir tatlı, bir tuz yaşadık, bir uzak işledi o bizim mektepte direktör bulup. Hemen de bizden okuşuyoruz o. Mektepte direktör bulup bildi Nurgül'ün Emir Matuhakoviç. Onlar bilen de bir ortaklık tapıp, bir көңілі yaşadık. Mektebimizde her vakit tiyişli derecede tutabildik. Okuşlarımızda tertipli bulurlar bilen ayrılıp dururlar idi. Mine işçili hem Şekanas ol benim көңілімде ең яқты хатиреler bulup, ömür boyu unutulmay turgan vakigalar bulup көңілімде saqlanadi.